Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн, құрметті мен оқырмандарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызашарға өте дәмді, жұмсақ болып шығатын сүзбе қосылған кекс дайындайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Ал кеттік. Ең алдымен сүзбемізбен қантымызды ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын салып болған соң біркелкі масса, сұйық масса шыққанша жақсылап қасықтың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне 20% қаймағымызды саламыз да тағы да жақсылап біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Массамызды араластырып болған соң құрғақ заттарымызды саламыз, яғни ұнға оның үстіне разрыхителімізді салып, жаңағы сұйық массамыздың үстіне бірден бәрін салмай аз-аздан бөліп салып массамызды біріктіреміз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді дайын болған массамыздың үстіне 100 мг-дай сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай сұйықтықта шығады. Енді кез келген кекстің формасына құйып аламыз. Өзіңіздің үйіңізде қандай кекстің формасы бар, соған құя бересіздер. 180 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Әркімдің пеші әрқалай, пешімізге қарап тұрамыз. Осылай түзулеп ұрып алып саламыз. Міне біздің кексіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасалу да оңай, миксерді қажет етпейді. Тез дайын болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Бір қойғаннан таусылып кетті. Менің кексім сол ауыз ашқан кезде ғана таусылып қалды. Сіздер де жасап көріңіздер, бізге ас болсын. Енді келесі тамағымыз макарон по-плотски жасайтын боламыз. Езілмей, жабыспай, әдемі болып шығатын ауызашарға макарон дайындайтын боламыз. Ол үшін менің видеомнан шығып кетпей, видеом соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен қазанымызды ысытып, сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майымыздың үстіне пияз бен сарымсағымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне етімізді салып, етіміздің суы тартылғанша қызартып, тағы да қуырып аламыз. Қуырылып жатқан пияз бен еттің үстіне паприка, дәмдеуіштер қалауларынша осындай тәтті паприкамызды себеміз. Қара бұрышымызды себеміз. Қалауларынша сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Барлығын себіп болған соң жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне туралған сәбізімізді салып, тағы да 2-3 минут қуырып аламыз. Мен томат пастасын қосқан жоқпын, осындай банкаға жабылған салатты қостым. Өте дәмді болып шығады. Енді жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне туралған картошкамызды салып, тағы 2-3 минут қуырамыз. Тұз салған жоқпын, менде тұз алған ет болғандықтан тұзды өздеріңіз дәміне қарай сала бересіздер. Барлығын жақсылап қуырып болған соң суымызды құйып, жарты сағат 40 минуттай қайнатамыз, асықпай. Міне біздің қайнап жатыр, әдемі болып. Енді оның үстіне макаронымызды саламыз.
Макаронымызды салған соң бір рет қатты қайнатып аламыз да астын жай отта піскенше қойып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңызда дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Тез дайын болады, көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, езіліп, жабысып қалған жоқ. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Рахмет.